Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге 3 түрлі мариновкаде жасалынатын тауық етінен пісірілген шашликтің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Үйлеріңізде духовкада пісіріп аласыздар. Ең алдымен тауық еті керек. Тауықтың төс еті. Видеода көргендеріңіздей осылайынан кесіп аламыз, екіге бөліп, бір жағын ортасынан бөліп, оны осылай төрт бұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Өте үлкен қылмаймыз, орташа көлемде бөліктерге бөліп аламыз. Қыздар, сіздерге барлық заттың қанша көлемде қажет екенін төменде описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден оқып көрсеңіздер болады. Ендігі осы бөліп алған тауықтарымызға сарымсақты осылай үккіштен өткізіп қосамыз. Арнайы сарымсақ өткізетін үккіштен өткізіп аламыз, майдалап. Енді осыған тұз, қара бұрыш, паприка, қызыл бұрыш және сұйық майымызды құйып араластырып аламыз. Әбден қолымызбен араластырып алып, осылай 1/3 ыдыс алдым. 3 ыдысқа теңдей етіп 3-ке бөліп алдым. Мында қыздар 3-ші ыдысым көрінбей қалды видеода. Міне, осы 3 ыдысқа теңдей етіп бөліп алдым. Ендігі кезекте 1 ыдысыма қызанақ пастасын, 1 шай қасық және 1 шай қасық сметана қостым. Қаймақты қосып араластырып алдым. Осылай бір араластырып аламыз. Енді екінші ыдысымызға бал қостым. 1 шай қасық және 1 шай қасық горчица қосып, осыны әбден балымыз ерігенше араластырдым. Енді үшінші кеседегі тауық етіме 2 ас қасық соя тұздығын қосып, оны да бір араластырып алдым. Енді осы ыдыстарымыздың бетін жауып 1 сағатқа тындырып қоямыз. Енді осылай шпажкілерімізге тауық еттерімізді қадаймыз. Бұндай шпажкілер барлық магазиндерде сатылады. Осылайынан рет-ретімен барлығын қадап шығамыз. Араларын қатты жабыстырмай, ашып орналастырамыз. Және бірден табамызға қоямыз. Табамыздың астына пергамент или осылай фольга қағазын төсеуді ұмытпаймыз, қыздар. Таяқшама осылай барлық еттерді қадап орналастырып шықтым. 3 түрлі мариновка. Осылай еттеріміздің түрінен де көрініп тұр. Үшеуі 3 түрлі болып. Енді осы табамызды қысып тұрған пеште 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Жуасын дайындаймыз. Осылайынан 2 жуаны ұсақтап турап аламыз. Осы туралған жуамызды бөлек бір ыдысқа салып аламыз. Осыған қызыл бұрышымызды, аздап қана паприкамызды және де кішкене ғана зелень тураймыз. Менде кинза мен укроп шамалы ғана турадым, ондай көп емес. Осыны да жуамызға салып, 1-2 тамшы уксус тамызамыз жуамызға. Жуамызды бір араластырып аламыз. Мінекей қыздар, духовкада піскен шашликтарым дайын болды. 3 түрлі мариновкаде жасалынған. Арнайы тәрлікеме салып, қасына жуаммен бірге осылай ұсынсаңыздар өте дәмді шығады, қыздар. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге де осы рецепт ұнайтынына сенімдімін. Қыздар, егер де сіздерге рецепт ұнаған болса, мен арнама жазылып, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Мен сіздерге алдағы уақытта көптеген қызықты рецепттермен бөлісемін. Міне, ортасы барлығы толықтай піскен,